Қайырлы күн. Бүгінгі жасаған тағам десерт десе де болады. Асқабақтан мармелад жасадым. Бізде асқабақты балалар онша ұната бермейді. Сол себептен осылай мармелад сияқты қылып жасадым. Дәмі өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ешқандай қиындық жоқ. Бәрі оңай. Алдымен асқабақты осылай қабығынан ашып, ішкі жағын тазартып, оны бөліп кесіп турап алдым. Өте көбіктап арнайы духовканың пакетіне салып, духовкаға пісіріп алуға дайындап алдым. Видеода көргендеріңізде ешқандай қиындық жоқ. Енді осыған менде бір алма бар, алманы қосып жібердім. Енді кішкене дәмін келтіру үшін басқа да жемістер қоссаңыздар болады. Банан қоссаңыздар, апельсин қоссаңыздар да болады. Қосалқы өзінің дәмін келтіріп, күшті болып піседі. Толықтай бір алманы теркадан өткізіп, асқабағыма салдым. Енді үстіне 2 үлкен қасық қант ұнтағын қостым. Қант болса да болады, кәдімгі үйдегі. Мен қант ұнтағын қостым 2 ас қасықпен. Енді осыны әбден араластырып алдым. Толықтай араластырып, қанты бәрі араласқанша пакетикке. Духовкамызға, енді қызып тұрған духовкамызға 20-30 минутқа жібереміз. Асқабағымыз дайын болды. Толықтай араласты. Енді осыны пісіріп аламыз. Асқабақ пісті. Көргендеріңіздей өзде езіліп пісіп тұр. Енді осыны езіп аламыз. Езіп суытып аламыз. Содан кейін кәдімгі желатинді алып, ыстық қайнап тұрған суымызға езіп, мен де асқабағым кішкентай болғаннан кейін кішкентай көлемде жасадым. Осыны толықтай езіп, араластырып аламыз желатинді. Соны суыған асқабағымызға құямыз. Түйіршіктерін алып қаламыз түбіндегі. Осыны толықтай араластырып, екемнен пакетик салып, толықтай бәрін құйып, холодильникке қойып қоямыз. 5-6 сағат көлемде тұру керек. Сонда мармелад сияқты ешқандай езілмей әдемі болып шығады. Және де бұны басқаша өздеріңіздің ұнаған формада құйсаңыздар да болады. Енді үлкен кісілерге де, балаларға да жеуге өте дәмді. Жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.